Сәлем достар, мен Гүлшар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қуырылған баклажан дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 баклажан керек, ұн, панировочный сухари, жұмыртқа, майонез, безендіруге салатный листья, яғни салат жапырақтары, майонез және чеснок керек болады. Достар, менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Видеоның соңында мен өз құпияммен бөлісетін боламын. Менің каналыма жазылып кеттіңіздер. Ал ендеше бастайық. Ең бірінші баклажанымызды алып, осы видеода көрсетілгендей жұқалап турап аламыз. Міне баклажанымызды осындай қалыңдықта турап алдық. Баклажанды қуыруға дайындап жатқан кезде майымызды отқа қойып қоямыз. Енді осы баклажанымызды пісіру үшін бізге 2 жұмыртқа қажет. Және кішкене шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Осындай қалыңдықта міне баклажандарымызды турап алдық. Енді ұнға матырамыз. Одан кейін жұмыртқаға матырамыз. Одан кейін панировочный сухарийға матырып алып, қызып тұрған майға қуырамыз. Осылай баклажанымызды 2 жағынан қызарғанша қуырамыз. Қызарды, қызарғаннан кейін екінші жағына аударып ары қарай қуырамыз. Міне достар, баклажанымызды қуырып болдық. Енді безендіруге кірісеміз. Ол үшін бізге майонез керек, 2 үлкен ас қасықпен 2 қасық, және 2 зубчик чеснок қосайын деп тұрмын. Бірақ та сіздер өздеріңіз әркім дәмдеріне қарай өздеріңіз көбірек немесе азырақ қосуларыңызға болады. Безендіруге сонымен қоса біз қызанақ қосамыз. Қызанағымызды осылай видеодағындай 2-ге бөліп аламыз. Тазалаймыз. Және осылай жұқалап турап аламыз. Баклажанымызды безендіруге кірісеміз, яғни майонез бен чесногымызды аламыз. Жақсылап жұқалап жағамыз. Осы видеода көріп тұрғандай жағамыз. Салат жапырағымызды салып, бір қызанағымызды аламыз да, әдемілеп осылай жайлап ораймыз. Осылай барлық баклажанды безендіріп шығамыз. Міне құрметті оқырмандар, менің баклажаным дайын. Осы менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Ас болсын. Кім менің видеомды соңына дейін көрді, жаңа құпияммен бөлісемін дедім. Міне мен осындай панировочный сухари қолданамын. Сіздер де қолданып көріңіздер. Баклажандарыңыз өте дәмді болып шығады.